Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ, тіске басар мини пирожкилер дайындаймыз. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұнымызға сұйық майымызды құйып, тұзын салып, қайнап тұрған ыстық суды құя отырып қамырын илейміз. Ең алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды дайындаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды қолымызбен илеп, әбден қандырып, салафанға салып қоямыз. Бізде мини пирожкидің салмасына картопты осылай су құйып 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Бізде картопымыз 20 минутта пісіп дайын болды. Дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салып, толкушканың көмегімен езіп аламыз. Блендермен езсеңіздер де болады. Және мен салмасына көк жуа салдым. Видеодағыдай етіп турап, осылай салмамызға саламыз. Салафандағы қамырымызды шығарып, қайтадан бір жақсы қану үшін тағы бір рет илеп сап қоямыз. Бұл жерде біздің қамырымыз қанып дайын болды. Қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Оқтаудың көмегімен өте жұқа қамыр жаямыз. Жұқа етіп жайылған қамырымызды осындай насатканың көмегімен кесіп аламыз. Менде осындай дайын насатка бар, осының көмегімен тезірек түйіп аламыз. Немесе қолымызбен түйсек те болады. Кейін видеода көрсетілгендей етіп, вилкамен шетін әдемілеп шығамыз. Қатты қызып тұрған майымызда мини пирожкилерімізді бір жағын 1 минуттан пісіріп аламыз. Міне біздің тіске басар мини пирожкилеріміз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осы рецептті дайындауға сіздерге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Рахмет.